Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге етті бәліштің жасалу жолын көрсететін боламын. Өте оңай жасалынады. Қамырына жұмыртқа қосылмайды. Үйдегі бар затпен жасай бересіздер. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ал бастайық. Алдымен ыдысқа су, сұйық май және де 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Жақсылап араластырып алдым. Енді еліктен ұнды өткізіп саламын. Және де үстіне 1 шай қасық қопсытқышты саламын. Енді осыны араластырып, қамыр дайындап аламыз. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Егерде қолыңызға жабысып ыңғайсыз болып жатса, 5-10 грамм ұн қосып жүрсеңіздер болады. Қамыр дайын болды. Өздеріңіз көргендеріңіздей көп зат кеткен жоқ. Және де ортасына салмасын дайындап алғанша бетін жауып бір шетке қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймын. Бұл жерде менде 2 бәлішке арналған тартылған ет және де үстіне ұсақтап тұрылған жуа картоп қостым. Көз мөлшермен тұз, бұрыш салып, дәмін келтіріп, жақсылап араластырып қоямын. Негізі бұл бәліштің ортасына ет міндетті емес. Егерде сіздерге ұнаса, тауықтың етін де ұсақтап турап қосуға болады. Картоптың орнына асқабақ та қосуға болады. Енді ол өз еріктеріңіз. Осылай дайындап қойдым, араластырып, енді жаңа қамырымызды алып, 2-ге бөлеміз. Бір бөлігі үлкендеу қылып, екіншісін үстіне жабатын, бәліштің үстіне жабатын бөлік болғандықтан сәл кішіректеу қылып бөлеміз. Осы бәлішке керек ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кетемін. Сол жерден көріп дайындасаңыздар болады. Міндетті түрде граммен өлшеп жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Енді астыңғы үлкендеу бөлігін оқтаудың көмегімен жайып. Мен негізі форма пайдаланамын. Бұл бәлішке, бірақ та ол міндетті емес. Бірден противенге жайып, үстінен салмасын салып жасай берсеңіздер де болады. Мен диаметрі 23-24 см болатын осындай форма қолданамын. Бұның асты ашылады. Енді осы жайған үлкен бөлігімізді оқтауға орап алып, форманың ішіне жайғастырамын. Осылай видеода көрсетілгендей жасасаңыздар өте ыңғайлы. Үлкен етіп жаю керек, сол кезде жан-жағына барлығына жететін болады. Енді жаңағы мен бұл жерде айтқанымдай 2 бәлішке дайындадым салманы. Сондықтан жартысын саламын. Мен сіздерге де описанияда көрсетілген ингредиенттерді 2-ге көбейтіп, бірден үлкен немесе 2 бәліш жасауды ұсынамын. Өйткені бұл өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға да өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Солай міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді екінші кіші бөлігімізді алып, жайып, осы бәліштің бетін жабатын боламыз. Бұл бөлікті де осылай үлкендеу қылып жаямыз, жұқа етіп. Және де осылай оқтаудың көмегімен алып, бәліштің бетіне жабатын боламыз. Осылай барлық жеріне жеткізіп жабамыз, және де шеттерін міндетті түрде қаттырақ қысып, жауып шығу керек болады. Өйткені пісіп жатқан кезде беті ашылып кетеді. Және әдемілік үшін мен осылай видеода көрсетілгенде жасап шықтым. Егерде жасау білмесеңіздер, ол міндетті емес, бірақ өте әдемі болып көрінеді. Бірінші бәлішім дайын болды. Енді дәл осы тәсілмен екінші бәлішті де жасап дайындап қойдым. Енді бізге бетіне жауға 1 жұмыртқаның сарысы және де азғантай 1 шай қасықтай сүт керек болады. Сол екеуін араластырып, осы бәліштің бетіне жағып шығамыз. Піскен кезде сарғайып, түсі әдемі болып шығады. Және де бетіне мен кунжут септім. Ол міндетті емес, егерде кунжут жоқ болса, бетіне мак себуге де болады. Онымен де өте әдемі болып көрінеді.
Бәліштеріміз пісіп жатқан кезде қамыры көтерілуі мүмкін. Сол себепті осылай пышақпен ортасынан кесіп қою керек. Енді осы дайындап алған бәліштерімізді алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 45-50 минутқа қойып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Тағы айта кетейін, бұл рецептің өте ыңғайлысы. Алдын ала дайындап, пісірмей осылай морозильникке сақтап қойсаңыздар болады. Керек кезде алып, пешті алдын ала қыздырып, пісіріп ала бересіздер. Ешқандай да дәмі өзгермейді. Қазір қалай пісті, дәл солай пісіп шығады. Мен бәліштерді осылай пісіріп алдым. Қараңыздар, қандай әдемі болып шыққан. Осылай енді суытпай, ыстықтай кесіп жей берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай, менде бәлішім әлі ыстық болып буы шығып тұр. Ортасындағы картобы да, еті де барлығы жұп-жұмсақ болып піскен. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де сұрақтарыңыз болса, маған астына комментарийге жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беремін. Видеомның соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.